Отандық фильмдерге обзор жасайтын алғашқы YouTube каналға жазылып, қолдау білдіріп кетті. Жолы болмайтын Досбол әркімнің заттарын тасып жүреді. Жолда ебедейсіздігінен әркіммен соғысып, кешірім сұрайды. Ол банкте кредит менеджер болып жұмыс істейді. Аягөз есімді қызға ғашық. Аягөз үшін рассрочкаге AirPods алып сыйлайды. Өзіне сенімсіз қыздың көңілін мүлде таба алмайды. Абзал есімді жігіт Аягөздің ойындағы өзіне сенімді, оның көңілінен шығатын спортсмен, краш жігіт. Кредит алуға бір апа келеді. Досбол оған жеке кәсібіңіздің атынан алсаңыз пайызы аз болады деп айтады. Тек магазинді суретке түсіріп, айғақтарды жіберу керек. Бір аптада кредит рәсімделеді дейді. Дүкенші әйел одан өтініп, жалынып, магазинді бүгін түсіріп жіберші, рахметіңді беремін дейді. Қоймай қойған соң келісіп магазинге барады. Магазин музей сияқты екен. Ескі құнды заттар сатылады. Ішін сыртын суретке түсіріп алады. Дүкенші апа заттарының арасынан біресе қанжарды, біресе тиынды рахметі ретінде береді. Бірақ Досбол олардың қажет емес екенін айтып алмай қояды. Сонда да аузы жабық, жақсы сақталған құмыра береді. Қоярда қоймаған соң алғысы келмесе де алады. Түскі ас уақытында Аягөзбен бірге тамақтануға барады. Досбол демалыс күні бір жерге барайық деп ұсыныс айтады. Аягөз жұмыстарым шығып қалмаса көрермін дейді. Осы кезде оларға Абзал келіп қосылады. Досбол көре алмай қолына суды байқамаған сияқты қылып төгіп алады. Абзал рубашкасын шешіп тастайды. Аягөз Абзалдың жаттыққан шымыр денесіне сынып отырады. Аягөзден демалыс күні қандай жоспары барын сұрайды. Аягөз ешқандай жоспары жоқ екенін, бос екенін айтады. Досболдың іші ашып кетіп қалады. Үйіне көңілсіз келіп, құмыраны қоқысқа тастай салады. Бірақ үйге кірсе, құмыра столдың үстінде тұр екен. Құмыраны тағы да шығарып тастап, жұмыстан шаршадым, демалуым керек деп бөлмесіне кіріп жата бергенде, құмыраның тұрғанын көріп, есінен адастым деп ойлап, құмыраны сілкілеп, нендей құмыра деп таң қалып отқанда ішінен жин шығады. Жин еркіндікке шыққанына қуанып, Досболға 3 тілегіңді орындаймын, содан кейін мен еркіндікке кетемін дейді. Досбол оған мүлде сенбейді. Көзіме көрініп жатыр деп, таза вождамын деп сыртқа шығып кетеді. Сыртта полицейлер наркоманды ұстап тұр екен. Досбол оларға барып, жанындағы қызды көрсетіп, менің үйіме кіріп алды, оны алып кетіңіздер деп шағымданады. Бірақ полицейлер Жинді көрмейді. Жинді тек Досбол көреді. Амалсыздан үйге келіп, Жинға сенбейтінін айтып, рас болса столда бешбармақ тұрсын дейді. Бұл тілегі орындалады. Осы кезде анасы мен інісі келіп, бешбармақты көріп, таң қалып, санып тамақтанып алады. Досбол бөлмесіне кіріп, бәрін түсініп, бостан босқа тамаққа бола бір тілегін жаратып жергенін ойлап өкінеді. Жин оған келесі 2 тілегіңді айтпайынша кетпейтінін айтады. Досбол келесі тілектерін жақсылап ойланып барып айтатынын айтады. Жиннан есімінің кім екенін сұрайды. Журнал сыртындағы Жасмин деген жазуды оқып, өзін Жасминмін деп таныстырады. Таңертең Досбол жұмысына ұйықтап қалып кешігеді. Қанша жыл оқыдым, осы жерге жұмысқа тұруға қанша күш салдым деп жыламсып, неге оятпадың деп Жинді кінәлайды. Жасмин осы кезде уақытты тоқтатып, Досболға көмектеседі. Тезірек қалған тілектеріңді айт деп асықтырады. Не тілерін анықтамаған Досболға саған үй керек па, көлік керек па деп тілектерін анықтауға өз ойын қосады. Досбол Аягөзді көрсетіп, осы қызды маған қаратып бер дейді. Мұндай тілекті орындай алмайтынын, жүрекке әмір жүрмейтінін айтады. Онда оны маған қаратуға көмектес деп шарт қояды. Көмектеспесең мен ешқандай тілек айтпаймын дейді. Жасмин амалсыздан айтқанына келісіп, Аягөзге не ұнайтынын біліп, Досболға көмектесіп бастайды. Ертесіне гүл мен шоколад алып келгенмен Аягөзге беріп үлгермей, Абзал келіп қалып гүлді өз атынан береді. Жасмин Досболға батылырақ бол деп өзің бергеніңді айт десе де, Досболдың батылы жетпейді. Кредитный отдел мен охранный отдел баскетболдан ойын ойнайды екен. Абзал осы іске белсенді дайындалып, командасын жинақтап дайындап жатыр. Осы кезде Аягөз келіп, жанкүйер болатынын айтып кетеді. Оны Жасмин көріп, Досболға баскетбол ойнауы керек екенін айтады. Досбол бірден қолынан келмейтінін, өзінің спортқа қатысы жоқ екенін айтып бас тартады. Аягөзді жақсы көрсең
ойнау керексің, мен саған көмектесемін дейді. Бірақ Досбол ойнамақ түгілі топты игере де алмайды. Ертесіне жарыс басталды. Охранник отделі жеңіп жатыр. Досбол өзінің командаға қосуын сұрайды. Абзал бірден керек емес деп бас тартады. Жасмин командадағы екі адамның бірінің ішін, бірінің басқа жерін ауыртып қояды. Басқа амалы қалмаған Абзал Досболды командаға алады. Жасмин бастан аяқ Досболға көмектесіп, гол салып толықтай жеңіп шығады. Кешке жеңістерін тойлап кафеде отырғанда Аягөз оны мақтап алғысын білдіреді. Жасмин мүмкіндікті жіберіп алмауы керек екенін айтып, Аягөзді шығарып салуға ұсыныс білдіреді. Аягөз өзін Абзал шығарып салатынын айтады. Жасминнің айтуымен мен де шығарып салам дейді. Қайтарда өтпейтін приколдары мен әңгімелерін айтып келе жатқанда Жасмин сырт киіміңді бер дейді. Досбол Аягөздің тоңып қалғанын айтып, сырт киімін шешіп бергісі келеді. Бірақ киімін шеше алмай жатқанда Абзал өзінікін шешіп береді. Абзал мен Аягөз қол ұстасып кетіп бара жатқанын Жасмин көріп көңіл күйі түсіп кетеді. Досбол Аягөзді шығарып салғанына мәз. Жасмин оны ертең кездесуге шақыр, сол кезде сезіміңді білдір. Осымен болды. Екі тілегіңді тезірек айт, мені бостандыққа жібер дейді. Екеуі келісіп, ертесі Досбол Аягөзді кездесуге әрең, біресе сызылып, біресе дөрекі түрде зорға шақырады. Аягөз кездесуге келіседі. Кешке шықпас бұрын Жасмин Досболды кездесуге дайындайды. Қызбен қалай сөйлесу керек екенін, не айту керек екенін айтып, кішкене дайындалып алады. Ресторанда өзінің өтпейтін әзілдерін айтып отырып, ән айта аламын деп қалады. Аягөз мен үшін өлең айтып бер деп өтініп сұраған соң, Аягөз қайда барасың деген өлеңді ортаға шығып шырқап береді. Аягөзге келіп сезімін білдіреді. Осы кезде полиция келіп Аягөзді алып кетеді. Не болып жатқанын біліп, көмектесейік деп артынан Досбол бірге барады. Жасмин өз қабілетімен не болып жатқанын, Аягөзді неге алып кеткенін біліп алады. Абзал Аягөздің компьютерін қолданып, клиенттерінің бірінің шотынан қомақты қаржыны шешіп алыпты. Аягөз ештеңе білмейтінін, мүлдем қатысы жоқ екенін айтады. Осыдан 70 жыл бұрын бір шаруа кісі тілек орындайтын жин бар құмыра тауып алған екен. Және тілектерінің бірінде немересі 70 жасқа келгенге дейін оған қызмет етесің деп тілеген екен. Міне осы кісінің ертең 70 жасқа толатын туған күні. Абзал осы дөкейлердің алдында қарыз екен. Осы қарызды қайтару үшін ақша ұрлаған екен. Досбол екінші тілегін айтады. Абзал мен Аягөз кінәсіз болып шықсын дейді. Және бұл тілегі орындалады. Досбол мен Аягөз келген кезде Дөкей Досболдан өзіне беруін сұрайды. Бірақ Досбол келіспейді. Дөкей өзінің жинын жұмсап жібереді. Екі жин, бірі Абзалдың, бірі Досболдың ішіне кіріп төбелеседі. Досбол жеңіп шығады. Және Жасминді құтқару үшін соңғы тілегін айтады. Бұл тілегі Жасминнің еркін болуы еді. Осымен Жасмин еркіндікке шығып кетеді. Сағат уақыты 12-ні көрсетіп, дөкейіміз 70-ке келеді. Оның жины онымен дөрекі түрде өзінің еркіндікке шыққанын айтып, қуанып қоштасады. Абзал Аягөзден амалсыздан істегенін айтып кешірім сұрайды. Аягөз оны сүйетінін айтады. Осы кезде Досболдың көңілі түсіп, жалғызсырап қалады. Телефонына інісі хабарласып, анасының ауырып больницаға түсіп қалғанын айтады. Анасына жүгіріп барып, 3 тілегін де бостан-босқа өзіне қатысы жоқ адамдарға айтып жіберіп, анасына ештеңе тілемегеніне өкініп отырады. Дәрігер келіп, анасының жағдайы жақсы екенін, ода тек қана анемия екенін айтқанда қуанып кетіп, дәрігерді сүйіп алады. Фрукте алуға магазинге шығып жатқанда Жасминді көріп қалады. Жасмин адам болуды таңдаған екен. Жасмин Досболдың жүрегінің адалдығын, тазалығын айтып, алғысын білдіреді. Осымен ары қарай екеуінің арасында роман басталатын секілді. Осымен кино аяқталды. Ал егер осындай жинді сіз тауып алсаңыз, қандай тілектерді тілер едіңіз? Комментарийға жаза кетіңіз.